Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай? Бүгін өте дәмді және жұмсақ болып пісетін гуляш деген рецепті сіздерге көрсететін боламын. Арнама тіркеліп қоңыраушаны басып қойыңыздар. Сұрақтарыңыз бар болса комментарийге жазыңыздар. Ал ендеше іске сәт. Барлық азық-түлік мөлшері описаниеде жазылған. Осы көлемдегі етімізді аламыз да қызып тұрған табамызға жақсылап тұрып қызартып қуырып аламыз. Жақсылап қуырып алған соң осыншама пиязымызды қосып, оны да жақсы қызартып қуырып аламыз. Пияз бен етіміз жақсылап қуырылған соң томат пастасын қосып, тағы бір 5 минуттай қуырып шығамыз. Ендігі кезекте осындай ыстық суды құясыздар да шамалы 40-50 минутке қақпағын жауып қайнатып аласыздар. 50 минут қайнатып болған соң тұз, дәмдеуіштер, қалауыңызша бұрыш, басқа да дәмдеуіштерді қоссаңыз болады. Ал ендігі кезекте біз қызып тұрған табамызға 2 ас қасықтай ұнды қуырып алуымыз қажет. Ұнымыз жақсы қуырылған соң жылы сүтімізді құйып аламыз да үзбей осылай венчикпен араластырып тұрамыз. Сүттің құйылғанын күтеміз. Сүт пен ұн жақсы қоюланған кезде оны оттан алып, жаңағы біздің сорпада қайнап жатқан етімізге қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Қоюлығын өздеріңіз байқайсыздар. Қатты қою керек болса, көбірек қайнатасыздар. Аз керек болса, онда қазірде де сөндірсе болады. Міне біздің гуляшымыз дайын болды. Мен оны осындай ірі спагеттімен ұсынатын болдым. Өздеріңіздің қалауыңызша езілген картоп, күріш, қарақұмықпен берсеңіздер болады. Ол өз таңдауларыңызға. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау саламат болыңыздар. Ас болсын.